Сәлем достар, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құйрық майдың пайдасы жайында айтатын боламын. Пайдалы әрі қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қой қазақтың қазынасы. Бұрынғы ата-бабаларымыз қой бағып күн көрген. Ол кезде қазіргідей медицина дамымағаны бәрімізге мәлім. Ауырған шағында табиғаттағы әр өнімді дәрілік тұрғыдан пайдаланып жүрген. Ал осы тұста әлі күнге дейін сақталып келе жатқан дәрілік табиғи өнім қойдың құйрық майы. Жалпы қойдың майы үш түрге бөлінеді. Олар құйрық майы, шарбы майы және бүйрек майы. Алайда дәрілік мақсатта көбіне құйрық майды қолданады. Құйрық майдың емдік қасиеттері: жөтелді басып, қақырықты босату үшін құйрық майды шыжғырып 50 грамм мөлшерінде ыстықта ішеді. Тұмаудан болған созылмалы жөтелге құйрық майды сүтке қосып ішеді. Жаңа туған бөбектерді тұзды суға шомылдырғаннан кейін суықтан сақтау үшін және теріні жұмсарту мақсатында қой майымен сылайды. Балаларға тұмау тиіп жөтелген кезде алқымды, алақанды, табанды қойдың жылы майымен сыласа тез сауығады. Денеге қатты суық өткен кезде ұйықтар алдында табанға жағып жатса, таңға дейін денедегі суықты алады және ұйқыңыз тынышталады. Қойдың майы қанша майлы болса да ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңіріледі. Майдың құрамында амин қышқылдары, В тобының және А, Е, яғни дәрумендердің өте көп түрі бар. Цинк, селен, фосфор, магний, яғни ағзаға қажетті көптеген минералдарға бай. Құйрық май қаныққан және қанықпаған қышқылдардың табиғи көзі болып табылады. Егер құйрық майды көбірек жейтін болсақ, гормондар синтезделеді. Құйрық майдан бөлінген холестерин жаңа гормондардың бөлінуіне тікелей септігін тигізеді. Май асқазан, ішек жолдарының қызметін жақсартады. Өтті сұйылтып, оның жақсы бөлінуіне септігін тигізеді. Бір кездерде қазақтың ең мықты емі болған құйрық майды қазіргі таңда да қолданатындарыңыз болса, комментарийге өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Және осы видео ұнаса, қазақ тілдік арнаның дамуына үлес қосып, лайк басып, қолдап жіберулеріңізді сұраймын.